барлығы бірыңғай намаз оқып, немесе барлығы исламизацияға өтіп кетпеу керек. Мәселе осыда. Дін мәселесі және әсіре діншілдік мәселесі. Жақында бір кісінің интернетте сұхбаты шықты. Дінді қалай қылып жаю туралы. Ол кісі, дінді жұмсақтықпен көрсеткісі келді барынша, бірақ дұрыс түсіндіре алмағандай. Әсіре діншілдікті діндар адам түсіндіре алмауы, ол кісінің оны дұрыс түсінбеуі, немесе бір қулық қылмақшы ма, білмедім. Ғалымдарымыз айтады, надандық дейді. Дінді дұрыс түсінбеу. Сол үшін болса керек, қазіргідегі осы президентіміз әсем бір сөз айтты жақында ғана. Біз өзіміздің дінімізді жастарға дұрыс түсіндіруіміз керек деді. Егер дінді дұрыс түсінбесеңіз, надан болсаңыз, сіз әсіре діншілдікке кетесіз. Әсіре діншілдік нелерді пайда қылады? Біріншіден, Аллаға серік қосуға, неше түрлі бидғат, неше түрлі жаңа нәрселерді пайда қылуға, тіпті дінді қисық ұстауға алып барады. Солардың біреуі, мысалы, Алла тағаланы зат сияқты көру. Алланың қолы бар, аяғы бар деп зат сияқты көріп кетуі. Әсіре діншілдікке алып барады, буквализм. Солардың біреуі, мазхаб ұстанбай ғалымдарымызды жоққа шығарып, халықты сауатсыз қылу. Айтап, Құран тұр, пайғамбардың хадисі тұр, одан басқа саған еш нәрсе керек жоқ дейді. Ғалымдар деген онда не қажеті бар деп ойлайды. Осы арқылы қарапайым халықты надан қылып, ғылым білімнен жоқ қылып, жұрдай қылып, шала сауат қылып, дінге шұқыр әсіре діншілдікке алып баруын айтады.